Так, сәлем. Біз бүгін бірінші рет магазиннен үйге продукция доставкамен заказ бердік. Қазір Асыл екеуміз бірге распаковка жасаймыз. Соңында қандай магазин екені, қандай бонустар болған барлығын айтып боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға да келіңіздер. Кет, екеуміз енді распаковка жасаймыз. Аслым, бірінші бізде наннан бастайық. Нан. Нан. Бізде нан. Жұмсақ болып келді. Свежий. И сюда один. Давай на пакет ашамыз. Наши не бар екен. Вау! Замороженный заттардың қасына осылай мұз салып жіберіпті. Мұз осы еріп жатыр. Ашам дегенше. Так, мұнда бізде. Бұл не? Шоколад. Кит-кат. Надо рабочий. Мынадай Милканың вафельдері өте дәмді. Егер жемеген болсаңыздар, алып көріңіздер. Біз отбасымызбен жақсы көреміз. Үшінші мынадай сыроктар. Мақсым? Сен саған осы бәрін ашып беру керек па? Ашайын ба? Сен сонда бүгін распаковка жасамайсың ба? Мақсым. Киімін бүлдірмей, е? Осындай шоколадтар. Так, және творожный сыр. Соғы бар. Мұздай бөлшегі. Бізге ұнады. Так. Аслым, сен қайда кеттің? Аслым өзінің алатын шоколадын алды. Распаковканы ары қарай мен өзім жалғастырайын деп тұрмын. Қаншалықты выгодно емес, качествосы қалай болғанын барлығы туралы айтатын боламын. Так, келесі бізде сүт латте. Соғы 24-12 айына дейін. Алда не? Одан кейін бізде сосиски. Шығарылған күні 15.07.24. Давайте келесі пакет жасайық. Келесі пакетте бізде выпечкаға қатысты заттар. Дрожжи. Он. Келесі бізде томатная паста. Так, соғы 26 жылға дейін. Соғы бәрі упаковкасы барлығы жақсы. Упаковка жасайды. Келесі бізде Асылның сүйікті кашасы. Асыл тек қана осылай манная каша жейді. Манка. Бір пакет. Пакетте бұл уже бытовая химия. Один жолды бөлек-бөлек распаковка жасайтын боламын. Так, Макси чай. Және фанта болған 2 литрлік оны зат біздің папамыз алып қойып распаковкаға дейін. Мынау бізде бытовая химия. Оларды тамаққа араластырмай бөлек қойайын. Да, бізде шампунь. Упаковкасы бәрі әдемі. Жасайсың ба распаковка? Распаковка деп. Анпак еттеш. Асыл, анпак еттеш. Папасы. Қандай кеспіш. Келесі бізде зубная паста, щетка, паста.
Тоже упаковкасы әдемі болып келді. Белгілі душа. Кстати, мынаны мен скидкамен алдым. 2000 теңгеге. Приложениеде өзі көріп тұрады. Қандай заттарға скидка болып жатқанын туралы. Келесі бізде юбка. Папамызға. Осындай палочки. Оның барлығы бөлек пакетке келді. Ең маңыздысы осы овощи фрукты. Ең маңыздысы бізде осы овощи фрукты. Негізі качествосы қалай болып келетінін қазір көреміз. Лимон. Лимонмен. Лимон. Әдемі лимон. Редиска. Тоже әдемі. Но в целом давайте один редискалар будет. Давайте добавим. Такие где баклажан. Тоже свежий. Банан. Кстати, мынаның барлығы 900 бірдеңе теңге. Осы бананның барлығы. Бірде 3 кило, по-моему, қателеспесем. Мамасы мына жақта анпакинг жасайды, мына жақта асылға қажет. Что-то это? Огурцы. Мамочка не түсініксіз болып қалды, потому что мен 1 кило огурцы берген едім. 0,488. Ладно, как приложениеден ашып көремін. Және келесі бізде сабыз. Тоже вроде жақсы. Вроде емес жақсы. Так. Осының барлығы бізде 19.700 теңге болды. Бағасы өте тиімді негізі. Мына заттардың барлығы магазиннен алсаң, негізі әжептәуір ақша шығады. Және бізге 3000 теңге бонус берді. Біліп отқан шығарсыздар қандай магазин екенін. Бұл Қазақстандағы үлкен дүкендер желісі, яғни Магнум дүкендер желісі. Біз Каспи приложение арқылы заказ бердік. Қалай болар екен деген ой болды негізі. Каспи арқылы продукт заказ берген. Маған ұнады. Келесі жолда заказ беретін боламын, өйткені өте тиімді. Бізге 3000 теңге тағы бонус қайтарды Каспи. Және мынаның барлығы небары 19.000 теңге болды. Сондықтан от души рекомендуем. Качествосы, срогы, упаковкасы прям барлығы идеальный түрде келді. Сондықтан видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар үлкен рахмет. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін төмендегі колокольчикті басып, каналға подписаться етіңіздер. Распаковканы мен бүгін өзім ғана жасадым. Асылының көрдіңіздер, өздеріңіз басқа жұмыстар шығып қалды. Сондықтан видео ұнады деген үміттемін сіздерге.